Баршаңызға сәлем. Сіздермен Дилорам. Бүгін біз сіздермен өте әдемі және дәмді болып шығатын бантик булочка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 100 грамм қант, 1 жұмыртқа, 50 грамм өсімдік майы немесе сары май, 10 грамм ашытқы, 250 грамм жылы сүт және 500 грамм ұн қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Майымызды саламыз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырып, құрғақ ашытқымызды саламыз. Және електен өткізілген ұнды аз-аздан 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Сонда қамырымыз қатты болмай, жұмсақ болып шығады. Егер ұнды барлығын бірден салып жіберсеңіздер, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін бізге қажетті жұмсақ қамыр болғанға дейін илейміз. Және қамырымызды бетін жауып 40 минутқа жылы жерге алып қоямыз. 40 минуттан кейін қамырымызды алып 10 бөлікке бөлеміз. Егер менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің видеоларым сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қамырымызды осылайша барлығын домалақтаймыз. Достар, алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтетініңізді комментарийға жазып қалдырсаңыздар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша рецепт шығаруға тырысамын. Енді қамырымызды жайып және видеода көріп тұрғандарыңыздай кесеміз. Қамырды кішкентай жайсаңыздар, бантиктеріңіз кішкентай болып шығады. Үлкен жайсаңыздар, үлкен болып шығады. Бірақ кішкентай жасаған дұрыс екен, менің бантиктерім сәл үлкенде болып кетті. Сол үшін қатты көтеріліп кеткен жоқ, өйткені мен жұқа қылып жайдым. Ал сіздер сәл қалыңдау етіп жайсаңыздар, бантиктеріңіз кішкентай әдемі болып шығады және жақсы көтеріледі. Мінекей, осылай бантик жасап аламыз барлық қамырдан. Мүмкін сіздерге басқа форма ұнайтын шығар. Оны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мені қолдап, видеоны соңына дейін қарап, комментарий қалдырып, лайк басқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Енді бантиктерімізді жарты сағатқа бетін жауып алып қоямыз. Тағы көтеріледі. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште піскенге дейін, екі жағы қызарып піскенге дейін қалдырамыз. Мінекей, осындай әдемі булочкаларымыз дайын болады. Осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады.